Салам, кандайсыңар? Бүгін 18 январь 26 жыл. Доктор жатқанда тартып кетейінші деп бір сері текшеріп кіргім. Ол астрологтар. Жұмыртқа бүгін бұлардан жейтін алдым. Құрты ашылтырып қойыншы. Яқтарғы жоқ. Жемді өттір да. Суы шот бағып қалады. Қанша екен температура? -5. Мұндай ракушкада беріп атам. Қалашынша жешет. Бұл қошымша кальций. Мұндай жатқанында түнкісін. Бұл жай сіңіреткенде организмде жаберке жа кормовой мел деген баттеле сіңіп кететкен организмнен. Бұл жай сіңіріп жана жұмыртқасын қауығына қошымша да. Анан жемдерінде дозасын көбейттім. Bir toqqa bir günde 120 olsa 160'a çeyin maladı. O soğuk günleri artık. Boş günler olsa bunda yazat. Bunlar bugün 4 lira tuğdu. Çok batı yerlerde. Çok. Sos bunlar da tam odadı. Bunlar da hala gidince. Бұлардықы да бүгін дозасы көбейген. Бұларға ракушканы да көбейткен бұларға да. Бұларды жақсы жеп атады. Түйіндері майдалар қалды. Күн суық ошанша жардан бермедім. Адағы отынды болып. Жылынғанда жардан береткен жақсы. Ошол баяны бір көрүүчү комментарий калтырып кетти. Жұмыртқа сатасыңбы деп астролог жеттирелек дагы. 8 ай болгон болот могу. 10 күндөн кийин. Ошондон кийин чогултса болот да азыр. Эми чоңойду жұмырткалары. 60 граммдан тегереги да плюс-минус 5 грамм. Тегиздесин да буларда кичине жетилсин да организми толук. Булар болсо жетилген. Булардыкы бар. Эгер бұлардың инкубационды жұмыртқалам десеңер, пасвойски көрүүчүлөргө арзан кылып берем. Азырынча мен өзүм январга да февральга пландап атам. Ошол австралиялыктарды косо өздері бүттірі жақшынаққа әлі. Олғанда кішіне чыдап қойын. 8 ай толық болсын, анан кейін инкубацияға жоғылтқанға жарап қалады. Азыр 50 граммдан 63 граммға чейин болады салмақтары. Орточо кетет 58-те бол. Соным болып қалды азыр. Бір 10 күндөн кейін текшеленіп қалады. Бұларды қоса соным болып қалған. Бұлардықы деле бір 55'ten 63'e çeyin. Standartta жақсы жөжелер шығат алардан. Мен алдап мұны сатқан өмелер арзан кішінекей жұмыртқалар тұрып қойғанда аябайлы қиналғам. Кішінекей жұмыртқадан кішінекей жөжел шығуынан шығымыңар көп болады да, бұларды чоңой туйт. Кечилгени кішінеге кешерек болып қалатқан да. Чоңой ғаны. Австралиялықты деле 53'тен 58 граммға чейин берген. Орточо эсепмен 55 граммда. Алар деле жұмыртқа кеч кирип калды, 6 айда кетет. 5,5-да кириш керек, 5,5,5-да. 6 айда кирди. Булар болсо элдики 4,5 айда кирет экен, меники 5 айдан 10 күн өтүп кирди. Ошон үчүн колдон келсе жұмыртқанын салмагын сурап да алгыла эми. Өзүңөр тегереңерден эле карасаңар,
обязательно эле Бишкектен эмес. Эгер өзүңөр көлдө болсоңор, нарым каяктасыңар, ошто керектен издеп көрсөңөр ушундай породаларды. Ошо салмагына көңүл бургула. Чоң жумурткадан чоң жөжө чыгат экен. Ошону баягы окусам, где-то 70% да 70% жумуртканын салмагынан. Ошондо 60 грамм болсо, 42 грамм жумуртка жөжөлөр чыгат да. Анын элестесең 50 граммдан 35 граммдыктарын анан. Ал башында билинбейт, ама тамак жегенде эле чоң жөжөлөр кагып, нары бир түтүп эле таттуу даамдууларын жеп алат. Тигилер кичине артта калып калат да, болбой элечи. Кичине кечирээк жумурткага да кирет. Ошол мен бул баштан өткөн тажрыйбада анан өзүмдүк болуп атпайбы булар эми. Өзүмдүк болуп атканда эми баары деле тандап анан кандай эмне кылыш керек. А берки 55 граммдан ылдыйкыларды бүт эле үйдөгү тамак ашка туугандарга ошолорго эле кетип калат. Аны деле домашний жумуртка деп эле өз сатуу эми аны. Алып сатарлардын баасын эле. Бирок домашний жумуртка көнүп алгандар кайра сурашат, барбы жумурткаңды бербейсиңби, эмне болдуң деп. Очередь кезекке тизилип алышкан. Ошол кой, суук болуп кетти, мен өшүп кеттим. Текшерип коеюнчу эмне кандай деп көргөм. Булардын дагы тоңуп калып атат, алып барып коюп койсом. Давай. Көрдүңбү? Az свет өчөт, мыякта неме бар? Бетинде. Таймерчи. Ошол 7:30 өчүрөт өзү. 5-те күйгүзөт, 7:30 өчүрөт. Кой, давайте, жакшы анда.